Кімнің шашы қалыңдамайды, түсе береді, өспейді? Сізге 5 кеңесті осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қайырлы күн ханымдар, қалайсыздар? Сіздермен Фируза Мырзаева өз каналында сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге 5 түрлі ең негізгі деген шаш күтіміне арналған кеңестерді айтқым келіп отыр. Ең бірінші, шашыңыз түсе береді ме, қандай маска жасасаңыз да, қандай шампуньді қолдансаңыз да нәтиже болмай жатыр ма, онда ең бірінші денсаулыққа мән беруге шақыратын едім. Бұл бірінші кеңесім. Өйткені бізде қандай да бір проблема болса, мысалы үшін гормондық өзгерістер, стресс әсерінен болған болса, немесе сізде витаминдер дефицит болатын болса, ең бірінші біздің шашымыз одан зардап шегеді. Шашымыз көп түсіп бастайды. Қан аз кезде де, анемия кезде де біздің шашымыз түсе беретін болады. Қазіргі таңда көпшілік ханымдардың қаны аз, оны жасырын, яғни ферритин өте төмен болады, оны жасырын анемия деп те атайды. Гемоглобинді көтеріп, ферритинге мән бермей жүре берген әсерінен шаштары да түсе беретін болады. Сол үшін міндетті түрде өзіңіздің организміңізге көңіл бөліңіз, қандай витамин жетіспейді сізде, қандай проблема болып жатыр, оның барлығын зерттеп, денсаулығыңызды орынға қойсаңыз, шашыңыз де өз қалпына біртіндеп келіп бастайды. Және де коллаген ішуге кеңес беремін, өйткені коллаген де тікелей шаштың түсуін тоқтатып, нығайтып, жақсы көмегін тигізеді. Екінші кеңес, ол міндетті түрде шашқа массаж жасау. Күнделікті 24 сағаттың 10-15 минутын шашқа массаж жасауға арнасаңыздар екен. Массаж жасау өте қиын емес, оп-оңай кәдімгі шаштың түптеріне, қиқаларына жақсылап массаж жасаңыздар, ол қан айналымды жақсартады, өлі фолликулаларды оятады, ол сіздің шашыңыздың қалыңдауына көмектеседі, және де шаштарыңызды нығайтып, түсуін азайтып, өсіруін жақсартады. Бұл табиғи, ешқандай бір нәрсе керек емес, тек қолыңыз ғана керек, бірақ нәтижесі керемет болады. Ал үшінші кеңес, шашқа арналған табиғи майлармен маска жасау. Немесе кәдімгі аптада 1-2 рет шашты өсіретін, қалыңдататын, нығайтатын майлармен шашыңызға жақсылап жағып, массаж жасап, целлофанмен 1 сағатқа қалдырып жуып тастау, бұның өзі 1-2 аптада сізге күшті нәтижесін беретін болады. Шашты мықты өсіретін 3 майды айтамын. Қазір ең бірінші кастор майы өте жақсы өсіреді. Екінші, бізде ошаған майы, репейный масло деп аталады. Үшінші, розмарин майы. Осы 3 май сіздің шашыңызды қалыңдатып, өсуін жеңілдетіп, түбін нығайтып береді. Аптада 1 рет осы кез келген майдың біреуін алып, массаж жасап, 1 сағатқа қалдырып, нәтижесін көре аласыздар. Және келесі кеңес, шашыңызды жуатын шампунға назар аударыңыздар, құрамына назар аударыңыздар. Сульфатсыз, табиғи, сіздің шашыңызды құрғатпайтын, сындырмайтын, зиян келтірмейтін де құрамдас таза шампуньдарды қолдануға кеңес беремін, оның өзі үлкен рөл атқарады. Және де түнгі уақытта шашты жуып жату негізі шаштың качествосын құртады. Сол үшін жататын кезде шаш жумауға тырысу керек. Шашты бірден су кезінде тарауға болмайды. Шашпен сүлгімен орап, кішкене кеуіп бастағаннан кейін барып, ұзын шаш болса төменнен жоғары қарай, қысқа шаш болса жоғарыдан төмен қарай тараған жақсы. Сол кезде шашыңыз аз түсетін болады. Жалпы бүгінге осы кеңестер ханымдар, шаш түсуіне, өсуіне, қалыңдауына көмектесетін менде ақпараттар өте көп. Алдағы уақытта тағы бөлісетін боламын. Бүгінге осы қысқа нұсқа сіздерге ақпарат бергім келіп отыр. Аптада 1-2 рет менің видеоларым тұрақты шығып отыратын болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, өз ойларыңызды комментарияға қалдырып, келесіде қандай тақырыпты қозғайын, оны да жаза кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.